YouTube'da PayPal сайтының бұрынғы қызметкерлері Чад Херли, Стивен Чен және Джавед Карим жасаған. 2005 жылы олар домендік атауды тіркеген. 2006 жылы қазанда Google $1.65 миллиард YouTube акциясын сатып алған. YouTube іске қосылғаннан кейінгі бір жылда 38 миллион тұтынушы келген. жылы қыркүйекте бразилиялық футболшы Рональдиньоның Nike'ты жарнамалаған видеосы алғашқы миллион қаралымды жинаған. жылы Тони Блэр YouTube'ты белсенді түрде пайдаланған алғашқы әлемдік көшбасшы болды. YouTube'ты жасаушыларының бірі Стивен Чен Тайванда туылған. 1978 жылы 8 жасында ол әкесімен бірге ақш-қа көшіп келген. Ал Чад Херли 1977 жылы Пенсильванияда туылған. Чад колледжді аяқтаған соң PayPal'ды жасаған Confinity компаниясына жұмысқа тұрған. Чад PayPal компаниясы логотипінің дизайнын жасаған. YouTube'ты жасағандардың тағы бірі Джавед Карим. 1979 жылы Шығыс Германияда туылып, кейіннен ГФР-ға көшіп кеткен. Әкесі Бангладештен шыққан химик, ал анасы неміс биохимигі. Карим Калифорниядағы PayPal стартабымен айналысу үшін университеттегі компьютерлік жобаны тастап кеткен. YouTube'тегі ең бірінші видео мен зообақтамын деп аталады. Оны Джавед Карим Сан-Диего зообағында түсірген. YouTube'тың алғашқы атауы TuneIn Hookup болған. Бастапқыда YouTube чаттың гаражында орналасты. 2006 жылы олар Калифорниядағы бір кеңсеге көшті. Солтүстік Корея өртеніп жатқан Нью-Йорк көрсетілген пропагандалық видеоны YouTube-ға салған. Call of Duty-ден алынған кадр екендігі анықталып, авторлық құқықты қорғау мақсатында өшірілген. жылдан бастап YouTube Қытайда тыйым салынған. Себебі қытайлық солдаттар Тибет монахтарын ұрып жатқан видео YouTube-ке шыққан. Германияда YouTube-тегі мега танымал видеолардың 60% бұғатталған. жылы Лос-Анджелес полициясы Сайрус Ездениді вандализм үшін тұтқындаған. Ол жасаған граффитилерін YouTube-ке салып, өзін ұстап берген. 2012 жылы 21 желтоқсанда Psy'ның Gangnam Style клипі YouTube тарихындағы алғашқы 1 миллиард қаралымды жинады. жылға ең танымал видео Baby Shark Dance болды. Ол 9,8 миллиард қаралым жинаған.
Ал лайкы ең көп видео Луис Фонсидің Despacito клипі. Ол 46 миллион лайк жинаған. «2015 жылы 20 ақпанда YouTube балаларға арналған YouTube Kids қосымшасын іске қосты. жылы 25 қазанда YouTube Red ақылы қызметі іске қосылды. Ол жарнамаларды өшіруге мүмкіндік береді. Жылдың күзінде YouTube дизлайк счетчигін алып тастады. YouTube толығымен Python тілінде жазылған. Ай сайын YouTube'да 4 миллиардтан аса сағат видео қаралады. Ол 500 мың жылға татиды. Жылдың 7 қазанында YouTube видеодағы ең қызық фрагменттерді белгілейтін функцияны тестілеуді бастады. Достар, видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.